Сабақ тақырыбы көпбұрыш бұрыштарының қосындысы. Оқу мақсаты көпбұрыш, дөңес көпбұрыш элементтері анықтамаларын білу, көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындыларының және сыртқы бұрыштарының қосындыларының формулаларын қорытып шығару. Бағалау критерийлері: көпбұрыш, дөңес көпбұрыш элементтерінің анықтамаларын біледі, көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындыларының және сыртқы бұрыштарының қосындыларының формулаларын қорытып шығарады. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын естеріңізге түсіріңіздер. Үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысының мәні 180 градус. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы өзімен сыбайлас емес, екі ішкі бұрыштардың қосындысына тең болады. Сыбайлас бұрыштардың қосындысының мәні 180 градус. Бүгінгі сабақта келесі сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Көпбұрыш дегеніміз не және оның түрлері? Дөңес және дөңес емес көпбұрыш дегеніміз не? Көпбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындыларының және сыртқы бұрыштарының қосындыларының формулалары қандай? Көпбұрыш дегеніміз не? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын сынық сызық ұғымына түсініктеме беріп кетейік. Сынық сызық деп нүктелерден және осы нүктелерді тізбектей қосатын саны шектеулі кесінділерден құралған фигураны айтады. Нүктелер сынық сызықтың төбелері, кесінділер сынық сызықтың буындары деп аталады. Егер сынық сызық өзін-өзі қимаса, яғни оның бірде-бір буыны қалған буындарымен қиылыспаса, онда ол жай сынық сызық деп аталады. Сынық сызықтың бірінші буынының басы мен соңғы буынының ұшы беттессе, ол тұйық сынық сызық деп аталады. Жай тұйық сынық сызықпен және онымен шектелген жазықтықтың бөлігінен тұратын фигураны көпбұрыш деп атайды. Көпбұрыштар қабырғаларының санына байланысты аталады. Көпбұрыштың қабырғаларының саны оның төбелері мен бұрыштарының санына тең. N қабырғалы көпбұрыш N бұрышты көпбұрыш деп аталады. Қабырғалар саны ең аз көпбұрыш 3 бұрыш. Берілген нүктелер A, B, C, D, E, F, G көпбұрыш төбелері, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, A көпбұрыштың қабырғалары. Қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы әрине көпбұрыштың периметрі деп аталады. Көпбұрыштың бір жағындағы екі төбесі көршілес төбелер деп аталады. Көршілес қабырғалар арасындағы бұрыштар көпбұрыштың бұрыштары деп аталады. Көршілес емес екі қабырғасын қосатын кесінді диагональ деп аталады. А төбесінен жүргізілген көпбұрыштың диагоналдары AC, AD, AE, AF. Сонымен қатар B, C, D, E, F, G нүктелерінен де диагоналдар жүргізуге болады. Дөңес және дөңес емес көпбұрыш дегеніміз не? Егер көпбұрыш оның әрбір қабырғасы арқылы өтетін түзулердің бір жақ бөлігінде жатса, онда мұндай көпбұрышты дөңес көпбұрыш деп атаймыз. Егер көпбұрыш ең болмаса бір қабырғасы арқылы өтетін түзулердің әр жақ бөлігінде жатса, онда мұндай көпбұрышты дөңес емес көпбұрыш деп атаймыз. Көпбұрыштар барлық қабырғалары және барлық бұрыштары тең дөңес көпбұрышты дұрыс көпбұрыш деп атаймыз. Оған дұрыс үшбұрыш, квадрат, тіктөртбұрыш жатады. Қабырғаларының ұзындықтары немесе бұрыштарының өлшемдері әртүрлі көпбұрыштар дұрыс емес көпбұрыштар деп аталады. Тапсырма: сурет бойынша көпбұрыштың элементтерін көрсетіңіздер. Яғни A, B, C, D, E көпбұрыштың төбелері. A, B, B, C, A, E, E, D, C, D көпбұрыштың қабырғалары. A, D, E, C, B, D әрине көпбұрыштың диагоналдары және қабырғаларының ұзындықтары әрине көпбұрыштың периметрлері.
бұрыш 5 бұрыш және 6 бұрыш сызыңыздар. Бір төбесінен шығатын диагоналды жүргізіңіздер. Әр фигурада неше үшбұрыш пайда болды? Иә, бірінші фигурада 2 үшбұрыш, екінші фигурада 3, үшінші фигурада 4 үшбұрыш пайда болды. Әр көпбұрыштың бұрыштарының қосындысы неге тең? Иә, 2 үшбұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы әрқайсының 180 градус болғандықтан, бірінші фигураның ішкі бұрышының қосындысы әрине 360 градусқа тең. Екінші фигурада 3 үшбұрышқа бөлінгендіктен, ішкі бұрыштарының қосындысы 540 градусқа тең. Және үшінші фигурада 4 үшбұрышқа бөлінгендіктен, берілген көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 720 градус. Көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындыларының және сыртқы бұрыштарының қосындыларының формулалары қандай? Теорема. Дөңес n бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус көбейтілген n-2-ге тең. Дәлелдеуі. Дөңес n бұрышты қарастырайық. Оның қандай да бір төбесінен барлық диагоналдарын жүргіземіз. Сонда көп бұрыш n-2-ге тең 3 бұрышқа бөлінеді. Суретте 3 үшбұрышқа бөлінген 5 бұрыш кескінделген. Әрбір үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең және осы бұрыштар көп бұрыштың ішкі бұрыштарын құрайды. Демек, n бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус көбейтілген n-2-ге тең болады. Тапсырма. 8 бұрышты көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысын және x-ті табыңыз. 8 бұрышты үшбұрыш және 5 бұрышты көп бұрыш берілген. Берілген көп бұрыш 8 бұрышты болғандықтан, қабырғаларының саны 8-ге тең, яғни n тең 8-ге тең. Теореманы қолдана отырып, дөңес n бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус көбейтілген n-2-ге тең екенін біле отырып, берілген 8 бұрышты көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екенін көруге болады. 5 бұрышты көп бұрышты қарастыратын болсақ, қабырғаларының саны 5-ге тең. Теореманы қолдана отырып, берілген 5 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 540 градусқа тең екенін анықтауға болады. Сол арқылы белгісіз x градустың 120 градусқа тең екенін көруге болады. Келесі тапсырма. Егер көп бұрыштың әрбір қабырғасы 120 градусқа тең болса, берілген көп бұрыштың қабырғалар саны неше? Көп бұрыштың қабырғалар санын n деп белгілейік. Дөңес n бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус көбейтілген n-2-ге тең. Сәйкесінше, берілген теореманы қолданып, n қабырғасы 6-ға тең екенін анықтауға болады. Яғни, қабырғалар саны 6-ға тең екенін көруге болады. Теорема. Дөңес n бұрыштың әрбір төбесінен біреуден алынған сыртқы бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең болады. Дәлелдеуі. Дөңес көп бұрыштың сыртқы бұрышы деп, осы көп бұрыштың ішкі бұрышы мен сыбайлас бұрышты айтады. Біз білеміз, сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең. Көп бұрыштың әрбір төбесіндегі сыртқы және ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Ал оның барлық төбелеріндегі осындай ішкі және сыртқы бұрыштарының қосындысы 180 градус көбейтілген n. Яғни, дөңес n бұрыштың әрбір сыртқы бұрышы 180 градустан сәйкесінше ішкі бұрышының шамасын азайтқанға тең. Оқулықпен жұмыс. Оқулық 8 сынып геометрия, мектеп баспасы. Жазбаша номері 2, номері 4, номері 6
тапсырмалар 18-19 беттегі. Тапсырманы орындауда дескрипторды қолданыңыздар. Қорытынды. Жай тұйық сынық сызықпен және онымен шектелген жазықтықтың бөлігінен тұратын фигура көпбұрыш деп аталады. Егер көпбұрыш оның әрбір қабырғасы арқылы өтетін түзулердің бір жақ бөлігінде жатса, онда мұндай көпбұрышты дөңес көпбұрыш деп атаймыз. Қабырғаларының ұзындықтары немесе бұрыштарының өлшемдері әртүрлі көпбұрыштар дұрыс емес көпбұрыштар деп аталады. Дөңес n бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус көбейтілген n-2-ге тең. Дөңес n бұрыштың әрбір төбесінен біреуден алынған сыртқы бұрыштарының қосындысы 360 градусқа тең. Өте маңызды бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңізді білу. Мен өз нәтижеме қуаныштымын. Менің әлі де сұрағым бар, ештеңе түсінбедім. Пән мұғалімнен кері байланысты күнделік KZ сайтынан қарауларыңызға болады.